Қайырлы күн достар, бағдар арнасында жаңа бағыт. Бұл бағдарламада ешкім естімеген қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Ендеше кеттік. Марста өмір бар ма? Бұл сұрақ Қазақстанда инновациялар бар ма дегенде естіледі. Әрине, қарапайым халық санасында біріншісі де, екіншісі де жоқ не сынды. Бірақ мұқият зерттегенде қызыл ғаламшарда тіршіліктің ізі, ал инновациялық технологияларда Қазақстанның да рөлі табылады екен. Бүгін біз Қазақстандағы 3 жаңа инновацияны айтатын боламыз. Олардың бірі 2014 жылы ойлап табылған қазақстандық смартфон. Қытайдағы қазақтар зерде смартфон ойлап тапқан. Сол замандағы жаңа гаджет Үрімжіде жасалған және сол кездің өзінде шамамен 30 000 теңгені құраған. 8 ядролы процессоры бар. Телефон Android платформасында жасалған және 2 SIM картасын қолданады. Бірақ бұл мүмкіндік әлі қолжетімді емес екен. Зерде смартфоны бағдарламашылар мен басқа да мамандықтардың 1 жылдық ізденістерінің нәтижесінде дүниеге келген. Айта кетейік, Зерде бренді патенттелген. Телефон сол уақыттарда ақ және қара түстерде қолжетімді болды. Оның 5 мегапиксельді алдыңғы камерасы бар. Гаджет жаты 8, 16, 32 гигабайтты құрайды. Телефонның экраны 5 дюйм дисплей ажыратымдығы және 1780-де 720 пиксельді. Ал смартфонның қуат сыйымдылығы 2000 миллиампер сағатын құрайды. Қосалқы аккумуляторда 97 ұянға сатуға болатын болған. Телефон қазақ тілінен басқа тілдерді қолданған. Смартфон түрлі қолданбаларды, кітаптарды, ертегілерді, тіл үйренуді, заңдылықтарды, мәліметтерді, бүкіл қорын, Абай және Мұқағали Мақатаев өлеңдерін, мақал мәтелдер мен нақыл сөздерді пайдалануға мүмкіндік берген. Бір қызығы, гаджеттің дисплейі қытайлық Huawei компаниясының өніміне ұқсас болған. Зерде смартфоны Play Marketті пайдалануға және қосымшалар мен ойындарды жүктеп алуға мүмкіндік берген екен. Зерде смартфоны насихаттау үшін 20 жастағы Қуан Ақын Серікұлы есімді азамат дүниедегі ең ірі көшпелі құмды шөл Такла Мақанды жаяу кесіп өтіп, Гиннестің рекордтар кітабына енген екен. Жобаның негізін қалаушы Ақтыбек Шеризатұлы бүгінде смартфонның тағдыры туралы ештеңе айтпады. Өсті ме, өшті ме, ол бізге белгісіз. Еліміздегі тағы бір өнертабыстың бірі арзан әрі сапалы тіс пломбаларының синтезі. Жоба авторы қазу докторанты Шыңғыс Дауылбаев. Коммерцияландыру жобалары аясында Жану мәселелері институты жұмыртқа қабығынан кальций гидроксиапатитінің нанокристалды ұнтағын синтездеу жобасын іске қосты. Жоба Дауылбаевтан кальций гидроксиапатитін синтездеуді сұраған және стоматологиялық клиникалықпен бірлесіп жүргізуде. Бұл өнім адам сүйектерімен бірдей және оны стоматологияда пломба ретінде қолдануға болады екен. Қазір әлемде кальций гидроксиапатиті синтезінің бірнеше түрі бар. Олардың бірі кальций оксидінен синтезде болып табылады. Құрамында кальций гидроксиапатиті жоғары нанокристалды ұнтақ жануарлардың сүйектерінен, моллюскалардың қабығынан және тағыда басқа органикалық заттардан алынатын өте қымбат зат. Бұндай синтезделген кальций гидроксиапатитінің 1 граммы 8 немесе 10 000 теңге тұрады. Бір тісті емдету үшін кем дегенде 10 грамм қажет. Салыстыра айтатын болсақ, шетелдік өнімнің 1 граммы 8 000 теңге шамасында бағаланады. Ал отандық өнімнің 1 келісі 3-4 000 теңгені ғана құрайды екен. Бұл түсін емдетуге тиыны жетпей, күнін әрең көріп жүрген қарапайым бұқара үшін әжептәуір жеңілдік болары сөзсіз. Бағдарламаның ең маңызды тұсы міне. Әлеуметтік желіде түсініксіз көліктің сызбалары бар Қазақ Қошқар автомотив жобасының сайты пайда болды. Сайтта жарияланған сипаттаманың белгілі болғандай, бір топ автокөлік кәсіпорындары Қазақстанда гибридті автомобильдер мен электромобильдерді жасау және өндіру болып табылатын стартапты іске қосты. Стартапта 6 адам жұмыс істейді. Олардың 3-і отандастарымыз. Жоба дизайнмен Renault, Aurus секілді көліктерді безендірген кәсіпқой мамандар айналысқан. Қошқар автомотив компаниясының бастаушысы Ильяс Шоламан
37 жастағы Ильяс Жоламанның өндірістік тәжірибесі жоқ. Бұрын Қазақстанда қымбат көліктерді және жылжымайтын мүлікті сатумен айналысқан. Қошқар автомотив жобасы 2022 жылдың сәуірінде басталды. Қазақ ұғымында қой өсімталмал, берекесі де көлгөсір. Қошқар атауы болашақ көліктің ұлттық бояумен айқындап тұрғандай, Қошқар инновациялық электромобиль немесе гибридті баға санатындағы шамамен $100,000 көлемде сатылатын болады. Компания Қазақстанда автомобиль шығаруды мақсат тұтады. Тіпті жылына 4,000 автомобиль шығаратын зауыт салынбақ. Жаңа платформаны кім әзірлейтіні әлі шешілген жоқ. Олар тәуелсіз дамуды да, оны Magna сияқты әлемдік инженерлік компаниялардың біріне аутсорсингке беруді ойлап отыр. Қошқар Қазақстан және ТМД елдерінде көліктің гибридті нұсқасын ұсынса, Араб түбегі Қытай және ақш елдері үшін электромобильді қолайлы деп тапқан. Бірінші модель Қошқар GT Vision 1 деп аталады. Бұл спорттық люкс хэтчбек. Жүргізушінің оң жағында орын жоқ, ал бүйірлеріндегі есіктер асимметриялық орналасқан. Интерьерде сипаттау бойынша қазақтың киіз үйінің ою өрнектері бейнеленген. Сондай-ақ ауаны тазартатын биореактордың бір түрі бар. Ол артқы орындықтардың арасында орналасқан. Қошқар GT Vision 1 Gran Turismo'дан Roadster'ге және жол талғамайтын түріне дейін бірнеше формада болуы мүмкін. Мұның бәрі әртүрлі тапсырмалар үшін модификациялы нақты бір көлік Қошқар қызметі көрсету бөлімі базалық шассиді тұтынушылардың қалауына қарай қалағанша реттей алады. GT Vision 1-ден басқа тағы 4 түрлі модель жоспарланған. Бұл туралы әлі айтылмайды. Жобаның жалпы құны туралы да сұраққа нақты жауап жоқ. Ильяс 2 жылдың ішінде өндірісті іске қосады деп күтіп отыр. Осымен бүгінгі біздің топтама аяқталды. Егерде тағы да бұдан қызық фактілерді естіңіз келсе, онда біздің бағдар арнасына жазылыңыз. Комментария жазыңыз, лайк басыңыз және достарыңызға таратыңыз. Келесі көріскенше, қош, сау болыңыздар.